Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 33-ші сабақ менің оқу құралдарым тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма: суретке зер сал. Суреттен не байқадың? Балалар, суреттен балалардың кітапхана ішінде кітап таңдап жатқанын байқадық, иә? Ал мектебіңде осындай орын бар ма? Иә, менің мектебімде де осындай кітапхана бар. Үшінші сұрақ: сен ол жерге не үшін барасың? Мен ол жерге кітап оқуға және жаңа мәлімет білу үшін барамын. Төртінші тапсырма: қандай кітап оқығанды жақсы көресің? Мен ертегілер мен қызықты оқиғалар туралы кітаптарды оқығанды жақсы көремін. Бесінші сұрақ: суретті қалай атар едің? Суретті мектеп кітапханасы деп атар едім. Мінекей балалар, бізге берілген 5 сұраққа осылайша жауап бердік. Сіздер өз нұсқаларыңызды жазсаңыздар болады. Олай болса балалар, екінші тапсырма: өлеңді түсініп оқы. Жыртық кітап жылады. Мысал: әр беті сатпақ-сатпақ, сірескен шимай шатпақ, жұлма-жұлма жыртық кітап, өзіне қарап, жалдап жұтап, қарап, жалдап жұтап, ашу қысып ызаланып, иесіне бұрылып, назаланып, ей оқушы балам деді, қарашы өзің маған деді, жап-жаңа сүйкімді кітап едім, білім бұлағы саған деді. Бірінші 90-ға жетпей, азырақ сыйлап құрмет етпей, белшеден кірге батырдың, қолға алғысыз болып жатырмын. Мұқабамды мылжа-мылжа қып жырттың, беттеріме білеудей қолыңды сүрттің, қаламыңмен тесіп түртіп, шұрық тесігімді шығардың, бұл қорлыққа қалай шыдармын? Саған қызмет етуден басқа ниетім жоқ, бірақ жұртқа қарар бетім жоқ. Ойлашы өзің, балам. Не жазығым бар саған? Деп ызалы жыртық кітап жылады. Өлеңнің авторы Өтебай Тұрманжанов. Балалар, бұл мысалдағы сірескен деген сөз бұл жерде толып тұрған деген мағынаны береді. Жадап, жұтап деген азып тозу деген мағынаны береді, ал назаланып деген мұңын шақты деген мағынаны береді. Белшеден деген сөз бұл жерде әбден деген мағына береді. Үшінші тапсырма: ойланып талқылайық. Мысал: шағын көлемді өлең немесе әңгіме түрінде болады. Берілген мысалдың түрін ата. Балалар, бізге берілген мысал ол шағын көлемді өлең. Мысалда жануарлар, өсімдіктер, заттар, адамдар тілінде сөйлейді. Берілген мысалдың бас кейіпкерін ата. Балалар, бұл жердегі бізге берілген мысалдың бас кейіпкері ол кітап. Мысалда қорытынды ой айтылады. Осы мысалдан қандай түйінді ой шығаруға болады? Ойыңды бір сөйлеммен тұжырымдап айт. Балалар, кітап беттерін жыртпай, тастамай таза ұстауға тырысу. Мінекей балалар, бізге берілген шығармада ол шағын көлемді өлең, кітап және де қорытынды кітаптың беттерін жыртпай, тастамай таза ұстауға тырысуларыңыз керек. Төртінші тапсырма: өлеңнен кітаптың сөзін тауып, мәнерлеп оқы. Ей оқушы балам деді, қарашы өзің маған деді, жап-жаңа сүйкімді кітап едім, білім бұлағы саған деді. Бірінші 90-ға жетпей, азырақ сыйлап құрмет етпей, белшеден кірге батырдың, қолға алғысыз болып жатырмын. Мұқабамды мылжа-мылжа қып жырттың, беттеріме білеулей қолыңды сүрттің, қаламыңмен тесіп түртіп, шұрық тесігімді шығардың, бұл қорлыққа қалай шыдармын? Саған қызмет етуден басқа ниетім жоқ, бірақ жұртқа қарар бетім жоқ. Ойлашы өзің, балам, саған не жаздым деп кітап оқушы балаға өзінің мұңын айтады. Бұл осы шығармадағы кітаптың балаға айтылған сөзі еді. Бесінші тапсырма: мысалға сүйеніп, суреттегі кейіпкерлерді сипаттаңдар. Балалар, суретте жыртық кітап бейнеленген. Ол алғашында жаңа, беттері бүтін, таза кейпінде болған. Ол оқушының қолына түскен соң лас, беттері жыртық кітапқа айналды. Мінекей суретте осы мысал бейнеленген.
Балалар, естеріңде болсын, кітапты бұлай бүлдіруге болмайды. Ол біздің досымыз. Кітап бізге білім, нәрімен сусындандырады. 6-шы тапсырма: жыртық кітап неге жылады? Баланың іс-әрекетіне пікіріңді білдір. Балалар, жыртық кітап о баста жаңа, сүйкімді еді. Ол оқушының қолына түскен соң беттері кірлеп, жыртылып, шұрық-тесік болып әбден қорланды. Соған ыза болып кітап жылады. Мен оқушыға өзінің құрал-саймандарын ұқыпты ұстауға кеңес беремін. 7-ші тапсырма: өз оқу құралдарыңды қалай күтіп ұстайсың? Әңгімелеп айт. Мен оқу құралдарымды үнемі ұқыпты ұстаймын. Дәптерімді таза ұстап, қателеспеуге тырысамын. Қалам, карандаштарымды арнайы қалтамда сақтаймын. Кітаптарымды қаптап, жыртылмас үшін мұқият пайдаланамын. Сабақтан кейін барлық оқу құралдарымды сөмкеме ретімен салып қоямын. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.